Үйіңізде вазелин бар ма? Көпшілік оны тек ерін құрғағанда немесе өкше жарылғанда ғана қолданады. Бірақ шын мәнінде бұл қарапайым құралдың пайдасы бұдан әлдеқайда көп. Қызығы сол вазелин 100 жылдан астам уақыттан бері қолданылып келеді. Ол әлі күнге дейін әлемнің көптеген елдерінде дәріханаларда ең көп сатылатын күтім құралдарының бірі болып табылады. Дегенмен, көптеген адам оны дұрыс пайдаланбайды. Кейбіреулер кез келген жараға жаға береді. Енді бірі оны барлық тері мәселесін емдейді деп ойлайды. Бүгінгі видеода вазелиннің шын мәнінде қандай пайдасы бар екенін, оны қай кезде қолдануға болатынын және қандай жағдайда қолдануға болатынын қарастырамыз. Видеоны соңына дейін көріңіз, себебі соңында көпшілік білмейтін маңызды ескертулермен бөлісеміз. Ең алдымен вазелиннің не екенін түсініп алайық. Вазелин бұл терінің бетінде өте жұқа қорғаныш қабатын түзетін зат. Ол терінің ішіндегі ылғалдың тез буланып кетуіне жол бермейді, сондықтан құрғақ теріге жақсы көмекші саналады. Бірақ бір нәрсені есте сақтау маңызды. Вазелиннің құрамында витаминдер де, емдік шөптер де жоқ. Яғни ол теріні емдемейді. Ол тек терінің табиғи ылғалын сақтап қалуға көмектеседі. Сондықтан дәрігерлер оны көбіне құрғақ тері кезінде қосымша күтім ретінде ұсынады. Ал енді құрғақ теріге пайдасы туралы айта өтейік. Жас ұлғайған сайын тері бұрынғыдай май бөлмейді. Сол себепті көптеген адамдардың қолы, аяғы, шынтағы, тізесі құрғай бастайды. Осындай кезде вазелин жақсы көмек бере алады. Егер душтан кейін немесе қолды жуғаннан кейін теріге жұқа қабатпен жақсаңыз, ол ылғалдың сақталуына көмектеседі. Нәтижесінде тері жұмсағырақ болады. Әсіресе қыста немесе кондиционер қосылған бөлмеде көп отыратын адамдар үшін бұл өте пайдалы. Вазелиннің тағы бір пайдасы еріннің жарылуын азайтады. Құрғақ ауа, жел немесе аяз кезінде ерін тез жарылады. Кейбір адамдар ернін қайта-қайта жалай береді, бірақ бұл жағдайды одан әрі нашарлатады. Ал вазелин еріннің үстіне қорғаныш қабат жасап, судың булануын азайтады. Сол себепті ерін ұзақ уақыт жұмсақ болып тұрады. Ең жақсысы вазелинді ұйықтар алдында жұқа қабатпен жағу. Таңертең ерін әлдеқайда жұмсақ болады. Өкше жарылғанда көмектеседі ме? Өкшенің жарылуы көбіне терінің қатты құрғауынан болады. Егер жарықтар терең емес болса, вазелин пайдалы болуы мүмкін. Алдымен аяқты жылы сумен жуып, жақсылап құрғатыңыз. Содан кейін жұқа қабатпен вазелин жағып, мақта шұлық киіңіз. Түн ішінде тері жұмсарып, біртіндеп қалпына келе бастайды. Бірақ өкше қатты жарылып, қанап немесе қабынып тұрса, міндетті түрде дәрігерге қаралған дұрыс. Қол терісін қорғайды. Ыдыс жуатын немесе қолын жиі жуатын адамдардың терісі тез құрғайды. Бұл әсіресе 50-60 жастан кейін жиі кездеседі. Вазелин қолдың бетінде қорғаныш қабат түзеді. Соның арқасында терідегі ылғал ұзақ сақталады. Көптеген мамандар түнге қарай аз мөлшерде жағып, мақта қолғап киюді ұсынады. Таңертең қолдың жұмсақ болғанын байқауға да болады. Суық пен желден қорғайды. Қыс мезгілінде көп адамның беті қызарып, қолы жарылып кетеді. Оның себебі суық ауа мен жел терідегі ылғалдың тез жоғалуына ықпал етеді. Осындай кезде вазелин терінің бетінде қорғаныш қабатын жасап, сыртқы ортаның әсерін азайтуға көмектеседі. Сыртқа шығардан шамамен 20-30 минут бұрын аз мөлшерде бетке немесе қолға жағуға болады. Бұл әсіресе ұзақ уақыт далада болатын адамдар үшін пайдалы. Дегенмен вазелиннің орнына күннен қорғайтын крем қолдануға болмайды. Оның құрамында күн сәулесінен қорғайтын SPF жоқ. Сондықтан жаз мезгілінде далаға шығарда міндетті түрде күннен қорғайтын кремді бөлек қолданған жөн. Ұсақ үйкелістен қорғайды. Жазда немесе ұзақ жүрген кезде аяқтың, өкшенің немесе санның ішкі жағының терісі бір-біріне үйкеліп, қызарып, ашып кетуі мүмкін. Мұндай жағдайда вазелин терінің бетінде тайғанақ қорғаныш қабатын жасап, үйкелісті азайтады. Кейбір спортшыларда жүгіру алдында дәл осы мақсатта пайдаланады. Егер жаңа аяқ киім киетін болсаңыз, өкшенің қажалатын жеріне аздап вазелин жағу көп жағдайда күлдіреудің алдын алуға көмектеседі. Әрине, бұл толық кепілдік бермейді, бірақ көптеген адамдарға жайлылық сыйлайды.
тырнақ пен кутикуланы күтуде де вазелин қолданылады. Жас ұлғайған сайын тек тері ғана емес, тырнақ айналасындағы кутикула да құрғай бастайды. Соның салдарынан ұсақ жарықтар пайда болып, кейде ауырсынуы мүмкін. Ұйықтар алдында тырнақтың айналасына жұқа қабатпен вазелин жағу терінің жұмсаруына көмектеседі. Әсіресе қолын жиі жуатын немесе тұрмыстық химиялық заттарды пайдаланатын адамдар үшін бұл жақсы күтім әдісі болуы мүмкін. Бұл өте қарапайым әрі арзан тәсіл болғанымен көпшілік оны біле бермейді. Енді ең маңызды мәселеге тоқталайық. Вазелин туралы өте жиі кездесетін қателіктер бар. Көп адам вазелинді барлық тері ауруына емдеп қабылдайды. Бұл дұрыс емес. Бірінші қате оны лас теріге жағу. Егер теріде шаң, кір немесе бактериялар болса, вазелин оларды да қорғаныш қабатының астында қалдыруы мүмкін. Сондықтан алдымен теріні жуып, құрғатып алған дұрыс. Екінші қате инфекцияланған немесе іріңдеген жараға өз бетінше жағу. Мұндай жағдайда міндетті түрде дәрігердің кеңесі қажет. Үшінші қате вазелин теріні ылғалдандырады деп ойлау. Шын мәнінде ол теріге ылғал қоспайды. Ол тек терінің өзіндегі ылғалдың сақталуына көмектеседі. Сондықтан вазелинді тері сәл дымқыл кезде қолданған тиімді. Сонымен вазелиннің құпиясы оның қымбат немесе ерекше құрал болуында емес. Керісінше ол қарапайым болғанымен дұрыс қолданылған жағдайда күнделікті күтімде пайдалы көмекші бола алады. Ол құрғақ теріні жұмсартуға, ерінді қорғауға, өкше мен қолдың терісін күтуге, суық ауа райында теріні қорғауға және үйкелісті азайтуға көмектеседі. Бірақ бір нәрсені есте сақтаңыз, вазелин дәрі емес. Ол экзема, саңырауқұлақ, инфекция немесе басқа да тері ауруларын емдемейді. Егер мәселе ұзақ уақыт сақталса немесе асқынса, міндетті түрде дәрігерге қаралыңыз. Егер бүгінгі видеодан өзіңіз үшін пайдалы ақпарат алсаңыз, лайк басып арнамызға жазылыңыз. Ал пікірге бұрын вазелинді қандай мақсатта қолданғаныңызды, немесе оның тағы қандай пайдалы тәсілдерін білетініңізді жаза кетіңіз. Келесі видеоларда денсаулыққа қатысты тағы да пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз. Дендеріңізге саулық тілеймін.